Қайырлы күн достар, мен бүгін сіздермен кәуап самсасы және чупа-чупс самсасын дайындауды бөлісетін боламын. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші қамырымызды дайындап аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, үгілмелі қамыр дайындаймыз. Одан соң тұзымызды, қопсытқыш, жұмыртқа және де қаймағымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болып кетпесін. Достар, егер де сіздер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Менің арнамдағы барлық рецепттер описаниеде жазулы тұр. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Енді оны тоңазытқышқа жарты сағатқа қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болғанша арасына салатын салмасын дайындаймыз. Ет тартқыштан өткізілген етімізге пияз, тұз, бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Мінекей, біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны кішкене бөліктерге бөліп, дөңгелетіп, бірдей бөліктерге бөлетін боламыз. Барлығын бірдей етіп бөлсеңіздер, самсаларымыз әдемі болып шығады. Мінекей, самсаларымызға мен арнайы таяқшаларды пайдаландым. Дөңгелектеп алған қамырымызды осылайша жайып, ортасына салмасын салып бүгетін боламыз. Сіздерге кәуап самсасын дайындауды көрсетіп жатырмын. Қазір мен сіздерге чупа-чупс самсасын дайындауды көрсетемін. Мінекей, біздің кәуап самсамыз дайын болды. Ал міне, чупа-чупс самсасы осылайша дайындалады. Негізі бұл самсалардың дайындалуы өте оңай және де дастарханның көркін ашады. Барлық дайын болған самсаларымызды жұмыртқаның сарысын жағып, пешімізде 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Пешіміздің градусын 200 градусқа қойыңыздар. Самсаның бетіне әдем болып тұру үшін мак септім. Бұл самсамыз қатып қалады деп қорықпаңыздар, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркелгеннен кейін қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Сол кезде менің арнамдағы өте оңай, қарапайым ғана рецепттер сіздерге көрініп тұратын болады. Мінекей достар, аз уақыттың ішінде біздің самсаларымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Келесі кездескенше сау болыңыздар, ас болсын.